Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге цитрус өнімдерінің бірі апельсиннен қалай шырын дайындауды сіздермен бөлісеміз. Шырынды дайындау үшін алдымен апельсиндерді былайша тазартып, кесіп, ортасындағы сүйектерінен арылтып дайындап аламыз. Қабығын аршимыз. Қабығын надай қылып қабығын аршып, сүйектері болса сүйектерінен арылтып дайындап аламыз. Мінекей біз шырын жасау үшін 3 апельсинді қабығынан тазартып қойдық. Енді осы апельсиндерге бір лимонды қосатын болсақ, оның дәмі өте дәмді және пайдалырақ болады. Сондықтан біз бір лимонды қосқалы жатырмыз. Оның да қабығын аршып, сүйектерін алып, осы біздің мынау апельсин шырынының арасына қосамыз. 3 апельсин және 1 лимон болып жатыр кішірек. Біздің отбасымызға осы 3 апельсин жетеді. Лимонды да турап бітірдік, тазартып. Енді оны жаңағыдай шырын дайындауға жібереміз. Біртіндеп салып отырамыз. Соғымызды айырып біттік. Енді оның дәмін көрейік. Ал керемет. Нағыз апельсиннің жаңағы табиғи шырыны, дәмі өте керемет. 3 апельсин, 1 лимоннан осынша шырын шықты. Құрметті менің көрермендерім, егер де осы апельсин шырыны сіздерге ұнап жатса, қалай істеу әдісі және оның құрамы, мені қолдап, лайк басып, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Хош сау болыңыздар, келесі кездескенше.